Сыр өңірінің Шиелі ауданындағы 4 ірі шаруашылық 8 жылдан бері серпіле алмай келеді. Себебі олар өздеріне тиесілі 22 мың гектар егіндік жерді еркін пайдалана алмай отыр. Мәселен, жер дауы аяғына тұсау болғандардың бірі ақмаялық диқандар. Кезінде ауылға келген инвестор шаруалардың үлесіндегі жерді банкке кепілге қойып, қомақты қаржы алады. Алайда тындырымды іс бітірместен ізім қайым жоғалған. Жер бұғауда қалта жұқа, тиісті қолдауларға қолдар жетпеген ауылдықтар жылдар бойы әрі-сәрі күй кешкен. Жерді банктен босату үшін құзырлы органдарға да жүгінген. Шаруашылықтың жер жаңа залықты тұрғасын, мынау лизингіге техника аламайсың Казагрофинанс арқылы. Сондай шектеулер болды. Сосын бір жерден әйтеу кредит аламайсың. В общем, біраз нәрселер, кедергі нәрселер көп болды ғой. Жоғарғы органдарға барып, бас прокуратураның араласуымен диқандарға біз сол жерін қайтарып бердік. Соның нәтижесінде аудан диқандарының егін саласына деген үлкен құлшынысы пайда болды.